Бүгін 15 минутта дайын болатын хачапури жасаймыз. Бізге керек кефир, 1 ас қасық қант, 1 ас қасық тұз, 3 ас қасық май, сұйық май керек, 1 жұмыртқа. Соны осылай араластырамыз, сұйық болады. Ақырын-ақырын ұнды қоса бастаймыз. Барлығын астында жазып кетемін, қанша салу керек екенін. Осылай жидкий болады басында, сосын аяғында осындай тесто болып шығады. Илейсіздер тесто болғанша дейін, ұнды қарайсыздар, қанша керек сонша саласыздар. Осылай 4-ке бөліп қоямыз. Содан кейін тестаны қойғаннан кейін сыр таңдаймыз. Сіздерде любой сыр болса болады. Сырды осылай бөліп алып, удобно бөліп алып, теркадан өткізесіздер. Сіздерге қай жағымен удобно, сол жағымен өткізесіздер. Сырды осылай дайындап аласыздар. Сырға 1 жұмыртқа қосамыз, араластырамыз жақсылап. Барлығы андай қолға жабыспайтын домалақ комочек болғанға дейін сырды да 4-ке бөліп алып, осылай тестаны илейсіздер. Бізде пока что недавно көшкендіктен оқтау жоқ, ақырын-ақырын аламыз. Сырды осылай тестоның ортасына саласыздар. Тестаны кішкене жұқа қылдырыңыздар. Мен қалың болғандықтан дұрыс піспей қалған. Осылай видеодағыдай жасап, жақсылап илеп аласыздар. Ысып тұрған табаға саламыз. Ол үлкейеді, ішіне ауа жиналады. Оны ештеңе істемейміз, өзі басылады. Осылай аударамыз. Аударғаннан кейін табаннан алған кезде сливочное масло жағу керек. Сол кезде прям күшті болып тұрады. Менде осылайынан пісті. Күйеуіме қатты ұнады. Бұл мен бірінші жасаған хачапурим. Маған лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Әлі тағы да түсіремін күшті видеолар.